Сәлеметсіздер ме? Қазақ тілі пәні 3-ші сынып сан есім. Сан есім туралы білетінімізді еске түсіреміз. Сан есім дегеніміз не? Сан есім дегеніміз заттың санын, мөлшерін, ретін, шамасын білдіретін сөз табы. Олар қанша, неше, нешінші деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, 7 күн, екінші орын. Төмендегі мақал мәтелдерден сан есімдерді тауып көр. Мақалдарды мұқият тыңда. Жігітке 7 өнер де аз. 7 атасын білген ол, 7 жұрттың қамын жер. Өзін ғана білген ол, құлағы мен жағын жер. Бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақ жаулық, үшінші байлық оң саулық. Қызыл мен көрсетілген сөздерге қандай сұрақ қояр едің? Қызыл мен көрсетілген жерлерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қоюға болады. Жұмбақ шешіп көрейік. Жұмбақты мұқият тыңда. Бұл не деген көп киім? 40 қабат көп киім. Жаңбыр одан өтпейді. Қабат-қабат тоны бар, түймелеуге жетпейді. Бұл орамы жапырақ. Келесі жұмбақты мұқият тыңда. Бірақ сөз біледі, өз аты онысы. Соны айтып жүреді, және жоқ қонысы. Бұл көкек деген құс туралы айтылған екен. Жұмбақтан қандай сан есімдерді кездестірдің? Оларға сұрақ қой. Оларды санмен қалай жазып көрсетуге болады? 40. 40-қа қандай сұрақ қоюға болады? Неше деген сұрақ қоюға болады? 1. Бірге қанша деген сұрақ қоюға болады? Біз ребус шеше аламыз ба? Ендеше көрсетілген ребусты шешіп көрейік. Ребустың шешуінен қандай сандар шықты? 3 және 7. Бұл сандардың сыры туралы естіп көрдің бе? 3 саны, 3 би, Төле би, Қазбек би, Әйтеке би. 3 артық, адалдық, еңбексүйгіштік, өнерпаздық. 3 дәулет, билік, дәулет, даналық. 3 асыл, көз, тіл, көңіл. Ал енді 7 сан туралы қандай сырын білеміз? 7 күн, 7 қазына, 7 ата. Ребустардың шешуіндегі сөздер сан есім екенін дәлелде. 3 саны бұл сан есім, өйткені заттың санын білдіреді. 3 санына қанша деген сұрақ қоюға болады? 7 саны бұл сан есім, өйткені заттың санын білдіреді. 7 санына қанша немесе неше деген сұрақ қоюға болады? Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.